мне предлагают, давай на территории Турции сделай теракт деп айтқан. Тебе дайындап жалеют, все приготовят. Давай ночные клубы, населенный пункт есть, курдтар. Чисто курды живут, поселоктар. Туда заехать, расстрелять курдтар всех. Для чего? Ну, от видеообращения істейміз, типа ИГИЛдың атынан. Сен осындай вахабист террористсің қылып кеттің деп, аналарым, тумаларым бастырды. Бұл қыстарда күнде дейтін өзімнен түскі асымнан қалған нандарды жинап мен күнде осылай шығып сеуіп осы күнім дейтін осында осы көгершіндерді асыраумен өтіп жатыр да. Ойлайсың енді кейде қиялдайсың ғой, құс болып осылай ұшып жүрсем ғой деп. Енді бостандығы бар, өз еркісі бар. Бақыт дейтін басқа жерден іздейміз, бақытты боламыз, андай боламыз деп. Бақыт деген ол ата-ананың қасында, бақыт деген ол балаларының ойнап күліп жатқаны. Бақыт бүткіл қуаныштың бәрі анау зауырдың ар жақында өтіп жатыр ғой. Бүткіл өмірдің қызығы, бүткіл қуаныш, бүткіл самый такой моменттардың бәрі сонда болып жатыр ғой. Әлімжан Тұрманов, Ақтөбе облысының тумасы. Мешітке барып жүріп, имамдарға ұйымаған. Есесіне интернеттегі шатақ уағызшыларды тыңдап, соларға табынған. Сириядағы содырларға қосылу үшін жалған құжат жасап елден қашты. Сол әрекет үшін 8 жылға қапасқа қамалды. Діни білімімізді арттыруымыз керек деген сондай неде болды да, ұғымда, не ұғым дегенде не ниетте болды да, солай. Саид Бурятский дегендердегі сондай кісілердің нелерін, лекцияларын тап, Абу Омар Сацистеринский, Ахмед Мединский, Надыр Абу Хаулет дегендер, солардың нелерін тыңдап, сол кісілердің несін тыңдап жүрді, сөйтіп жүрді да, сосын сол кісінің сондай кісілерге еліктік беттік та. Видеоларды қараймыз ғой, сол Сирия мен Ирақ туралы. Сонда көрсетіп отқаны мешітте жар жібереді, және немесе хиджабтағы әйел адамдарды ұрып атады, немесе өлтіріп атады, кішкентай балдармен тұрады, қан несімен. Приезжайте все, шахид боламыз дейді да, болды. Бара салып, өле салу ма, мақсат сол ма? Шахид боламыз, исламға көмектесеміз, мұсылмандар жарды сондай сөйтті, мына границаға келген кезде смутаның бәрін, бүткіл нелердің фитнаның бәріне көзің ашылып атады, бәрі түсініп отасың, чөй қалай болып атқан, андай болады, состояние болып атқанда, жапан далада қалып қойған адам болады ғой. Әлеуметтік желіде Саид Бурятский, Абу Омар Саситлинский, Ахмад Мединский, Надир Абу Халид лақабатымен танылған псевдо уағызшылардың бәрі Дағыстаннан шыққан. Имарат Кавказ халықаралық террорлық ұйымының идеологиялық сүрлеуінен өтіп шыңдалған. Интернет арқылы кер тартпа, қоғамға қауіпті радикалды идеологиядан насихаттайды. Намазды күпірлік пен мұсылмандықты ажырататын өлшем деп бағамдайды. Бұлар өздерін қолдамағандарға тәкбір шығарған қылмыскерлер. Саид Бурятский, Ахмад Мединский, Надир Абу Халид лаңкестердің сапында жүріп мерт болды. Ал Абу Омар Саситлинскийге Ресей Федерациясы халықаралық іздеу жариялады. Саид Бурятскийдің дискілері, уағыздары, тарих сабақтары, көбінесе жихад туралы. Солар келіп бізге белең алып бастады сол кезде. Ол кісінің айтуы бойынша негізі хронология кестеге қарайтын болсақ, дәл сол кезге келіп тұр. Адамдардың жаппай дінге бет бұру. Арабша сөйлейтін адамдар бізге бәрі таңсық болды. Солардың бәрі қызық болды. Арабша сөйлейтін адамның барлығы не деп ойладық біз? Сапалы ақпарат береді деп ойлады барлығы. Ең бірінші себеп адамдардың діни сауатсыздығында деп білемін мен негізге. Ең бірінші үлкен себебі осы. Адамдардың діни сауатсыздығы. Екіншіден бізде көбіне мына тарихшы жігіттер айтып жатады,
адамдардың өзінің түп тамырымен бізде кесіліп қалған ғой, енді не жоқ, байланыс жоқ, түп тамырымен кесіліп қалғансын, дәстүрмен, ғұрыппен байланыс болмай қалғансын деп айтып жатады. Ол да бір себеп болуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі айтып кеткен, бөлінгенді бөрі жейді деп. Тура мағынасымен айтатын болса, расында да қасқыр бөлінген қойды жейді дейді. Қасқырдың мағынасы шайтан, бөлінген қой деп қарапайым халықта айтқан. Бөлінген адам өз-өзіне қалай зиян келтіріп жатқанын байқамай қалады. Және көпшілікке зиян келтіріп жатқанын байқамай қалады. Әлемдерді қарап отырмыз ғой, қандай жағдайлар болып жатқан. Бір жерлерде соғыс болып жатады, бір жерлерде билікке талас тартыстар болып жатады. Бір мемлекетте бірнеше мазхаб орныққаннан кейін қарапайым халыққа өте қиын болып жатыр, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс жерлерін. Бізде Құдайға шүкір елімізден ежелден бері осы сунниттік бағыттағы ахлу сүнна вал жамааттың ішінде Абу Ханифа мазхабын ұстануымыз, ол негізінде үлкен Алла тағаланың бізге берген нығметі. Сириядағы Аль-Каиданың не, Афғанстандағы Аль-Каиданың не, Сириядағы ИГИЛ не, Афғанстандағы ИГИЛ не, бәрі бір ғой. Бәрі бір көзқараста. Бәрі бір әмірлерінің несімен, үкіммен соғысып жатқан адамдар да. Мен солай ұштымда Стамбулға ұшып бардым. Дағистан намазхандары күтіп алды. Сен паспорт где говорю, менде говорю, паспортын жыртып таста да, иде қайтан ғұсыл полностью жуын дейді да, қайтан исламға қабылда дейді. Тек кафир дейді да маған. Паспортқа қол қойдың дейді, темсамын сояқтың заңына бас үйдің дейді. Сол кезде мен де шыдай алмай оны ұрам. Салафизм, вахабизм деген нәрсе агрессияны көп насихаттайтын идеология. Агрессия, кәпір деп айту. Такфирге шығару деген не ол? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам мұсылмандардың территориялық құқығын, өзінің отбасылық құқығын қамтамасыз етпеді. Не деді? Бір мұсылманға бір мұсылманның ары, қаны арам деді. Ал осы адамды такфирге шығару, оның ары мен қанын өзіне халал етіп алу такфирдің негізгі мақсаты. Мұсылманды өлтіру ғой, былайша айтқанда. Ақыл-қиратен айттым, тобырдың жоғары қарай көтерілуі болды. Қарапайым сержантты генералға сала бермейміз ғой. Оның өзінің өтетін бір жолдары болады, өткелдері болады, тәжірибесі болады деген сияқты. Қаупі не болды? Бүлікке ұласты, біріншіден. Бүлікке ұласты. Ең желкеншісі адамдар бір-бірімен амандаспай қойды. Адамдар бір-бірінің сәлемін алмай қойды. Бір-біріне такфир шығарды, анау кәпір деді, анау бидағатшылық деді, барлығы. Асыра діншілдер дейміз ғой. Енді дінге бет бұрған кезде мынаны ұмытпауымыз керек. Кейбір жастарда эмоциялы дейміз ғой, сезім беру арқылы адам қиялдап келеді. Сондай бір шариғатпен жүргісі келетін. Шариғат дегеніміз не? Шариғат деп айналып келген ол заң. Ол діннің заңында мынаны істесең харам болады, мынаны істесең халал болады деген сияқты. Харам деген тыйым, халал деген ол рұқсат етілген нәрсе. Қазір көшеде білесіздер, діни қызмет, діни бөлістер заңға сәйкес көшеде насихат бұрынғыдай жүрмейді. Насихат қайда жүреді? Насихат бұл интернетте. Интернеттегі псевдовағышылардың жалған ұранына сеніп, сол бүлікке ерген Әлімжан Сирияның территориясына кіріп үлгермеген, бүліктің ортасына жетпей, айналасындағы шибөрлермен ерегіскен, төбелескен, сөйтіп жүріп күшті құрылымдардың қолына түсті. Лекторлардың лекциялары әлі ютубта нелерде бар. Әлі шақырып жатыр. Под предлогом садаха шақырып жатыр. Под предлогом там знание деп шақырып жатыр. Ойлайсың да, балаларым қалай. Мен жоқта қазір. Менің жолым басып бітемек екен деген ой бұда сондай не да. Мен өзім мойындап отырмын, осы істеген қателігімді түсініп, өзімді қылмыскер санаймын. Білім алыңдар, сұраңдар осыны лучше деймін. Лучше 10 раз спросить, сұрап алып, один раз істеп сағындарыңдарсы да. Мен один раз услышал, бірақ қанша мәрте сүрініп келіп, айналып келген кезде мен жерден ақиқат тауып жатырмын да. Осыны істемеу кезінде айтамын жастарға ше.
Әлімжан қолына қару алып соғысқа қатыспады, бірақ лаңкестерді қолдағаны соғысты дегенмен тең екенін түрмеде түсінді. Азаттығын беру арқылы ақиқатты тапты. Енді өзгелердің де өзі секілді шалыс қадам жасамағанын қалайды. Бұл жолда кейінгі жастар үшін өмірімен де өнегесімен де үлгі болуға дайын.